Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Армысыздар қадірлі көрермендер. Ибн Мажа риуаят еткен пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде: мұсылмандар тұратын үйлердің ең жақсысы жетімі бар үй. Ол үйде жетімге құрмет көрсетіледі деген екен. Ендеше сондай жақсы үйлердің бірі болған перзент балалар үйінің қамқоршысы Әмина Қажы апа бүгін бізде қонақта. Әмина апа, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет балам, ең бірінші келгенде сондай бір өзіміз ойымыз бар еді. Аэропортта біздің қосшының қасында үлкен президентіміз анасына немене салыпты, мешіт салыпты деп екен. Сол мешіттен бастадық бірінші яратымызды. Балалармен 26 баламен келдім. Осы негізінде демалыс кезінде балалар біліп, көріп, бір 3-4 жылдың алдында келген болса қандай үлкен өзгеріс болған деп сол мешіттен бастап, оның кейін Нұрсұлтан, Нұр Астанаға барып, енді ойымызда, сол жерде ойлағанымызда қайткенде де жұма намазды осы мешітте өтеміз деп. Сондай бір керемет мешіт салынған екен. Енді мен Түркияда болсам да, Сауд Арабияға барғанда да бір теңдесі жоқ бір мешіт салынған екен. Алла осы мешіттің тіршілігіне жүгіріп, осы мешіттің қалауына бір кирпиштей садақа жасаған адамдарға Алланың нұры жаусын. Елімізге сондай бір керемет үлкен мешіт түсіпті. Алла бәрімізде осы жерде құлшылық еткенге Аллах нәсіп қылсын демекшімін. Әмина апа, астанамыздың көркіне көрік қосқан имандылық ордасы Әзірет Сұлтан мешітінен баларыңыз қандай әсер алды? Ой, міне 3 күн келіп жатыр. 3 күн келгенде имамдар қандай жақсы керемет көңілдермен күтіп алып жатыр. Осы жерде істейтін қыз келіншектер қаншалық нұрын төгіп балаларға дегенді қыласын көрсетіп. Сонда балалар айтады ғой: мама, орыс балалар айтады ғой, мұсылман болған қандай керемет, машалла дейді. Әмина Қажы, жалпы қазақта жетімдер үйі болмаған деп жатады. Қазірдің өзінде де Шешенстан секілді мемлекеттерде жетімдер үйі жоқ. Жетім жалпы қазақта 7 атаның ішінде өскен, қой бала деген болған. Ендеше осы жерде жетімдерге қатысты ата дәстүрімізді, салтымызды көптеп насихаттау керек шығар. Сіз қалай ойлайсыз? Енді қазір көбінде қағаз бетінде жетімдер жоқ деп айтады. Мысалға, бір жеңіл машинайда осы төңіректің бәрін бүйтіп айланып подвалдарға кірсеңіз, не көп жетім балалар көп. Жетім балаларды көбейтіп бағудың қажеті жоқ. Біреу айтады 100-ін бағып жатыр, 200-ін бағып жатырмын. Ол енді мүмкін емес. Мен 20 жыл бала баққан адаммын ғой, мен білем 47 балам болғанда қандай болдым, қазіргі күнде 30 балада қандай болып жүрмін, қандай қаражат кетеді, қандай газ свет кетеді дегендей. Демек, қазіргі күнде жетімді көбейтіп, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, шешендерде жетім балалар үйі жоқ екен. Біз ата дәстүрімізді жоғалтып қойғанымыздан болып жатқан нәрсе. Біз европейский бір не болып жатырмыз да. Мысалға, кеше қараңызшы, баладар Ханшатырда жүр, бір шаш сап-сары үлкен әйел, енді бір 60-ға келмесе де 50-ден асқан кісі келіншек. Мына сорлы бейшаралар. Қандай тиімсіз сөз, қандай жағымсыз сөз. Сол әйел өмір бойы балалардың қасында болам деп ойлаймын. Соның балалары ертең жетім болып қалатын болса, соның балалары, біздің жетім балалар үйіне келмеуге кім кәпіл береді? Соны неге ойланбайды? Жаулық салса, әппақ тақия кисе, ол сорлы екен, ол бейшара екен. Қасындағы сойылдай қызы тұр, тыр жалаңаш. Омырау деген ашық, үстіне киген бір колготки, сол қызы сондай керемет. Ол қазіргі замани киімнің дәстүрі деп айтады. Біз ата тегімізден жылжып кетіп қалдық. Біз көп нәрсені ұмытып кеттік. Бұрын біз Айсандарда тұрған кезде, жаңа көзіңіз айтқандай, бір үйде бір қол бала дейтін. Қол баланы кейін ақырындап мамадарым сұраған кезде, ол сол үйдің жеңгесінің, не ағасының, не көршісінің жетіп қалған баласы. Оны дедектетіп қолына ұстап жетім балалар үйіне апармаған. Сол қол баланың ең бірінші жағдайын соныкін істейтін. Ол қол бала үйленетін, ол қол балаға әйелін тауып беретін. Кірім-жірім қолына келгенше тойын жасап беретін. О кезде бүйтіп түрілді той қайда. Соның өзінде сол балалар далаға шығып кетпейтін. Қазір бір кезде менің анам айтатын, бір рет
ана болған әйел еміреніп бөпесін емізген әйел ешқашасында баласын тастамайды дейді. Бір ай емес, бір жыл еміздіріп тастап жатқан әйелдерді көріп жатырмыз. 50 жылда ел жаңа дейтін. 50 жылда ел жаңа десе, мен әкемді мазақтайтын. 50 жылда немене елдің мүйізі шыға ма, құйрығы шыға ма, төрт көзі бола ма десем, ей балам, басыңа түскенде көресің. Сол кезде білесің. Қазір міне қараңызшы, 20 жылдың алдында мен балалардың енді басында келіп, ойналысып, елдер естіп, ойбай, Амин апаның үйіне жетім балалар келіп шықпай қойыпты. Мен о кезде жаспын, 45 жасымда. Сол кездерде бір қолдарында жағдайы жоқ, өздері барахолка жаңадан ашылған, біз прям барахолканың төбінде тұрдық аэродромный көшесінде. Бір ыдыс-аяқ жуатын, кішкентай бір ыдыс-аяқ неғылатын, көмет бірдеңе сатып жүргендер таң атпай біздің есік алдыға бүйтіп жабылып алатын. Ай, неғып келдіңіздер десе. Бір 10 тал жұмыртқамызды болса осы балалар жесінші. Ұйғырша құймақ құйып келеді. Мына құймағымызды таңертең шаймен ішсін. Бізге дұға жасап қойсыншы. Бізде бақытты болайық, сіз сияқты алаулы ана болайық деп, мен сол кезде 45 жасымдамын. Сөйтіп шырылдайтын. Қазір ондай емес. Қазір шкатуркасы керемет екен деді омның. Қаяқшасына жасатып жатыр екен. Ана апа бір жыбайдап жүр екен. Қаяқшасын алды екен. Ол кісілерді Алла беріпті, Алладан келген деген нәрсе жоқ. Сол үшін өте қиын, қазіргі заман өте қиын. Сол үшін жетімдер де көп. Қатыгезбіз. Біреудің мысалына қызы бұзылып, шашылып жүрсе, біз оған айт деп айта алмаймыз. Не керек, ол біздің қызымыз емес қой. Керек емес. Жүре берсін. Топ қойып та туса не болып елдің бәрі топ атыр ғой. Сол үшін біздің өзіміздің мына сана сезіміз ислами діннен бұрылып кеткеннен кейін ата тегіміз жоғалтып қойдық. Енді оны орнына қойып, оны жөндеп, қолбала болу үшін ол өте қиын жұмыс. Біз көп нәрседен аттап кеттік. Біз қазір, мен бір 13 жаста қызымды алып, детдомға Германияға машина алуға, автобус алуға бардым. Сонда мен енді англисше білмегенде қызым сөйлеп береді. Амстердамда 8 сағат отырады екенбіз. 8 сағат отырғанда қызым айтады, сол кезде 13 жастағы исламдағы қыз, апа дейді, не десем, қараңызшы дейді. Сізді елдің бәрі кеп суретке түсіріп жатыр дейді. Сіз немеңізге мәз болып отырсыз дейді та маған. Сол айтты, мен білмеймін, әйтеуір түсіріп жатыр, плес дейді, түсіре береді. Сөйтсе, менің үстімдегі ана қазақша оюлы камзолды қызық көріп, мен отыра қалам, плес дейді, тұрам, түсіреді, бабушкалары кеп құшақтайды, аталары кеп құшақтайды, бүйтіп үстіндегілерін көрсетеді. Сонда менің шапаныма мәз болады екен де бұлар. Сонда сол 13 жаста қызым айтты. Апа, білесіз бе деді, Европа Қазақстанда екен ғой деді. Мына жерде қарап отырмын, міне уже қанша сағат болды отырғанымызға. Апа, мен бір тір жалаңаш жүрген қызды көргем жоқпын. Қараңызшы, байқаңызшы, бір тір жалаңаш, сондан Амстердамға бүткіл Кореядан да келеді екен, Чукча да келеді екен, негр де келеді екен. Солардың біздікі сияқты омырауын ашып, мынандай жең тыртысқанын көргеміз жоқ. Кәдімгідей юбкалары бар, кең, аяқтарында етік. Сол кезде майдың басы біздікілер тыр жалаңаш болып алған. Қараңызшы. Сол үшін біз өзіміздің әдет ғұрыптан біз цивилизованный боламыз деп, біз аттап осы қалға жетіп қалдық қазір. Негізінен шариғатымызда әкесіз қалған балиғат жасына жетпеген баланы жетім деп айтады. Ал бүгінгі кезде осы жетім ұғымның аясы кеңейіп кеткен секілді. Тастанды жетімдер, тірі жетімдер, осы індеттің тамыры неде деп ойлайсыз? Біздің қазіргі әкелердің, аналардың өздерінің арасында шығыса алмай, бір-біріне характерін ұйқастыра алмай. Ертең мына балаларымыз жетім қаламына, обалына қаламыз деп ойланбағандықтан болған. Одан кейінгі қазір күнде айтып кету керек, дұшпан жылат, күлдіріп айтады, дұршылатып айтады дейді. Біз ана жерден бір семья, мына жерден бір семья аламызда, одан кейін ол қыз бізге жақпай қалады, не материалына жақпай қалады. Тағы бірдеңе болады да, біз аяқ астынан аламыз да, талақ деп, талақ бере саламыз. Сондай керемет істеген сияқты сауап деп аламыз. Ал бірақ
талақ қып шығарамыз, сонда сенің балаң жетім болмай, кімнің баласы жетім болды? Анау талақ қылған еркек соны ойламады ма? Рас, пайғамбарымыз әйел алған. Ал енді кеп қазір қай еркек 3 баласы бар, 4 баласы бар, күйеусіз қалған әйелдерді алып жатыр екен? Бәрі қыз алып жатыр. Дос-жылатса, дұшпан күлдіретін болса, ой, мен кей уақытта анау Алатаудың басына шығып тұрып айқайлағым келеді. Ой, ағалар, аталар, қыздарды алып жатырсыздар, ертең балаларыңыз, немерелеріңіз кімді алады деп. Қандай үлкен қасірет бар астында. Қаншалық өтіп кеткен қиыншылық бар. Алсын, 2 баласы бар, 3 баласы бар, жағдайы жоқ, қиналған. Бірақ көбінде жетімдердің тірі жетім болып қалуы әке мен шешенің өздерінің араларында дұрыс тұра алмағаннан, онан кейін тағы да мынау біздің қыздарымыздың аналары үй бопты, қайтып келсін. Ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды. Не бопты? Біздің Зайсанда үлкен әпкеміз күйеу қашып кеткен. Сонда бір күн еді күйеуінен ренжіп келді. Келген кезде шешем марқұм айтты: мен сені саттым ба? Мен сізге байға теңіз деп айттым ба? Мен сізді Алматыға оқуға дайындап отырғанда байға тиіп кеткен өзің едің ғой. Бар айналайын. Бардың ба, сол жерге батып кет. Сол үйдің құлы болып, сол үйдің босағасында мен сенің сүйегіңді алайын. Болды. Бізде ондай жоқ қой қазір. Бізде ондай жоқ. Ойбай, сені ренжітіп қойды ма? Ай, пәленбайынан, түгенбайынан. Қал үйді. 3 балама болды. Өлмейміз, Құдайға шүкір, ел аман болсын. Міне. Біз бір семьяны жарастыруға барған кезде ол жігіт, сонда бір керемет жігіт, Мұхаммед деген жігіт, араб, біздің балаларды 13 жыл ма 14 жылдай сүннетке жатқызды. Соны алдыма кеп түсіп, әйелмен бір жақтық қойыңызшы деп. Сонда шешесінің алдына бардық. Анасымен сөйлестік, үлкен әйел екен. Сонда әйел айтады: вы не понимаете, дейді маған. Менің бір қызым бір көзім дейді, бір қызым бір көзім дейді. Сонымен айттым: 2 қызың 2 көзің болса байға беріп не қыласың, үйіңді ұстамадың ба? Ал енді 4 бала жетім ал. 3 бала жетім, 2 қыз бір ұл. Неге бердің оны күйеуге? Ұстамадың ба үйіңді, мал ұстап бақпадың ба? Сен ол арабқа қызыңды бергенде қалай қуанып едің? Қуанғанда деген есігі шығып еді ғой, бай араб таптық деп. Сен байлығына бердің ғой қызыңды. Енді неге ажыратып отырсың? Неге десең, мына жақтағы дүние қызық болып жатыр. Ол өсті, жетті, елімізге, Қазақстанға қызмет істеді. Енді әке-шешелер кәдейді кету керек. Сол үшін біздің өзіміздегі ең пәле қазаның көп үйдегі аналарымыздан басталып жатыр. Жабулы қызды, әйелдің қыздары жабулы. Көбі жабулы. Үлкен әсерін береді. Мынау нашақорлық деген, ол наша шеккен еркекпен қай есі дұрыс әйел тұра алады. 5 баласы болсын, 6 баласы болсын, ол да әбден безгек болады да кетеді. Ол да бір елімізге не қылған бір дерт, ауру ол. Нашақорлық, мынау арақ, осының бәрі, ол наша шеккен адам не аузындағы сөз не бола алмайды. Өзіміз көріп отырмыз ғой көрші қолаңдардан. Бірақ енді ислам дінінде қарасаңыз кейбіреулері осы намазды оқып тұрып нашасын шегіп отырады. Сонда олар қай жақтағы исламға не болып жүреді түсінбейсіз. Демек, о жерден семьяда болмайды. Сол жерден шыққан жетім балалар көп. Солай болып не қылған, болмаса соғыс емес қазіргі. Заманымыз тыныш, Құдайға шүкір, елбасымыз аман. Жегеніміз алдымызда, жемегеніміз артымызда, ешкім аш қалып отырған жоқ. 20 жыл бала бағып үкіметтен бір тиын алмай. Біз ашпыз деп айтпаймыз өзімізді. Міне, оңай ма? Міне, 20 неше баланы алып Астанаға келіп 5 күн болды. Шаңын шығар, борандатып жүргенімізге. Жаман ба? Құдайға шүкір ғой. Мынау ниет дұрыс болғаннан кейін қараңыз, аяқ астынан келдік те, міне бүгін Құдайға қаласа кетіп бара жатырмыз. Ең қиыны қыз баладардың тәлім-тәрбиесінен. Біздің қазір бұрынғыдай, біздің уақытымыздағы болған әжелер жоқ. О кезде әжелер мынандай әдемі көйлек киіп отырмын, мынандай бірлант салып жатырмын, мына балам мына жіптаны жерден алып берді, мына балам бүйтіп жатыр дейтін әжелер жоқ еді біз кезімізде. Біз кезде адамгершілік бар еді, әдет ғұрып бар еді, қазақи салт бар еді.
Biz ülkenin aldından kölденің өтпейтінбіз. Қазір кей уақытта бір жерлерге келіп қап, акиматтарға бір жерге кіретін кезде, ашейін бұқа сұяқты қыздар сүзіп келеді ғой. Сүзіп келген есік ашып, плиз деймін мен. Өте қал. Сол ұялып артына чегін емес, спасибо деп қойып өтіп кетеді. О, Алланың нұры жаусын дейсің. Не дейсің басқа? Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде жалпы кез келген бала табиғатынан мұсылман болып туылатындығы, дегенмен егер ата-анасы дінсіз болса, соның жолына түсетіндігі айтылады. Ендеше осы жерде балаға имандылық тәрбиесін беру туралы және мұндағы ата-ананың рөлі жөнінде әңгіме өрбітсек. Ол өте бір ауыр сұрақ бұл енді. Қазіргі заманда қарасаңыз, бұрын мысал келтірсек, біз 61 жылы Қытай халқынан көшіп келгенде 6 айдан әлі ораза, ауыз ашу, намаз оқу деген жоқ еді. Мысалға мен сол кезде бір 7-8 жасымда бір Қытайдан шыққан туған туысқандар қайтыс болып кетсе, әкем марқұммен ылғи да ол сияқты өсіргеннен кейін бар есіктің алдында тұр, аналар келіп қалмасын дейді. Содан кейін ананы тазала дейді. Мен анан дегеннен кейін білем, жүгіріп барып мал қораның шетін тазалап, сол жерге бір сырмақты салып, ол кезде кілемдер қайда, сырмақты салып, сол жерде жаназасын түсіреді. Еш нәрсеге көрсетпей білдірмей. Ораза ұстағанда терезелерді кигізбен қаптап, светті жақпай, май шаммен таңғы сәресін ішеді. Кешке аузын ашу үшін ешкімге білдірмей, әкем мен шешем, енді біз тамағын аңдимыз ғой, дәмді тамақ жейді ғой. Жүгіріп барып бір жерде аузын ашып тастап, содан кейін жүгіріп келіп бізбен отыратынымызды айтып қоймасын деп. Сондай замандар болды. Азыр қараңызшы. Намаз оқимын десеңіз, міне, не істеймін десеңіз, қашанда біздің аталарымыз жоқ болмаса үйге біреу келіп Құран оққанда біз тұрушы ма едік? Біз бала болып тұрып, алдымызға Алланы әкеп қойғандай осы деген сүмірейіп әк жерде қорқып Құран оқылып жатыр деуші едік. Мешіттерге қараңызшы, не болып жатыр? Не болып жатыр қазір мешіттерде? Әйелдер тұр талтайып былай болып. Еркектер тұрды Құран басталғанда бірінің басын біреу теуіп шығып кетеді. Кім біз сонда? Неге жетсе біз, қай жерге дейін жетеміз біз? Не болып жатырмыз? Бәріміз бір қазақтарымыз ғой үшінде жүрген. Қандай қиыншылық. Азырғы заманда мысалыға сол орыс балалардың, біздің перзент балалардың үйіндегі орыс балалардың ислами дінде қабылданып соншалық бір отан туралы бір тақпақтарын айтқанда да адам жыламай естуге мүмкін емес анадан тақпақтарын. Одан кейін мен альхамдулилля мұсылманмын, мен қазақпын дегенде менің төбем көкке жетіп, көктен көтеріліп кетем мен. Неге? Мен кешегі жетім қыз, мен қайырсы деген жетім қыз, мен бүгін менің орыс балам, мен альхамдулилля мұсылман, мен қазақпын мама деген кезде адам деген мынау менің тіршілігімнің жемісі. Мынау 20 жылдағы шырылдаған дауысымның жемісі деп білем мен оны. Амина апа, соңғы кездері ата-аналары емес, керісінше балалары ата-аналарын исламға шақыратын жайттар аз кездеспейді. Бұнда үлкендер үлкендігін айтып ренжіп жатады. Кейде балаларының орамал таққанына, намаз оққанына рұқсат етпейді, тіпті қарсы шығады. Мұны сектаға кіріп кетті ме деп қорқамыз деп уәж айтады. Осындай жағдайларда ата-аналарға және жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Мен мынандай кеңес берер едім. Ата-ана өзінің баласының рас ислами дінде жүрме. Жоқ, ислами діннен басқа тағы да бір енді көп қой секталар, неше түрлі секталар бар. Бір намаздың өзінде неше түрлі оқитын адамдар бар, е? Сондайға кіріп кетті ме, кіріп кетпеген, оны бір дәлелмен білу керек. Енді қазір күндегі ата-аналардың ренжейтіні мысалға, қыздарға да ренжеймін кей уақытта. Енді жүрміз ғой, міне ислами діндеміз. Неге оны қап-қарағып бүйтіп, алдына не деуші еді оның атын? Бетперде салып. Біз Ауғанстан болмасақ, біз Пакистан болмасақ, жарай Сауд Арабияға бар да жауып таста, өзің білесің. Енді бізде Қазақстанда ондай нәрсеге рұқсат жоқ. Рұқсат жоқ. Кей уақытта детдомға да келе түннің бір жарымында беттерін жауып, баладар шошып, дүр ете түседі. Қорқынышты ғой,
қап-қара болып кіріп келе жатса. Жан жаққа қарау керек қой, ойлану деген мына сана сезім деген болу керек қой. Қай жерде жүрсің, ол еш жерге жаға ма, жақпай ма? Мен мысалы қарсымын ондай нәрсеге. Сондай бір керемет сұлумысың, сенің бетің жауып қоятындай. Енді мына жерің таза болсын, 5 уақыт намазың болсын, 30 күн оразаң болсын, істеген жақсы амалдарың көп болсын. Аузында бисмилла жоқ, мынаны жауып алады, тал кеп елді шошындырады. Ертең оны жауып тастағаннан кейін, ертең кімге мысалы біреуге сен намазға тұр қызым, жабыл десек, бізді қалай түсінеді? Бетперде жауып ал деп түсіне ма? Сөйтіп түсінеді. Азырғы күнде қыз баладардың сондай бір несінен ата-аналары қорқады. Кейбіреулерінің шын жамылғанынан қорқады. Мысалыға мен ата-аналарға айтар едім, егер қыз балаларыңыз бастарына жаулық салып, әдемі, көркем болып жүрсе, ол жаман ба? Тір жаңалаңаш жауылып, ертең туып бір жерде тентіреп жүргеннен, одан да жабылып, абыройын жауып жүрсе, ертең сіздің үйіңізге де керемет құдалар келсе, жақсы құда-құдағи болсаңдар, тойларың керемет болса, ертең сол жігіттің артында иесі болса, әкесі, шешесі болса, туған туыстар болса, әдемілеп тұрып қызыңызды апарып қондырсаңдар, жаман ба? Келет бізге көп қыздар, жылап келет, мамамыз үйден қуып тастады дейді. Енді бір күн жатады, 2 күн жатады, соның кейін уағыз айтамыз. Әке шешені сатып алмаймыз, таңдап алмаймыз айналайындар. Жарайды 2 күн жат, 3 күн мен десең жылдап жат, менің байлығым жетеді сендерге, тамағым. Киімім де жетеді сендерге. Бірақ ана ғой, сендер сол анаға барып, сендер көркем мінездеріңмен, жақсы амалдарыңмен барып өздеріңнің альхамдулилля мұсылман екендерін білдіріңдер. Бір орыс жігіт қазір Германияға кетті. Әкесі намаз оққанда, баласы намаз оққанда, әкесі намаз оққызайтын жерге кіші дәрет сындырады екен. Әпкесі айтып қояды екен. Осындай сен намаз оқитын жерге осындай кіші дәрет қып қояды. Арақ төгеді дейді екен, ол намазын тастап, тағы бір бұрышқа барып, сөйтіп оқиды екен. Сол бір күні келіп тұрса, жігерленіп тұрсам еді. Сені қазір шайтан басқарып жатыр. Ұрайын ба дейді. Сен қандай мұсылмансың, әкеңді ұрады. Даже әкең үлкен дәрет жасап қойса да, соны жуып тастап, білдірмей сол жерге намазыңды оқып, шыққаннан кейін әкеңе ассаламу алейкум папа деп айтшы деді. 5 айдан кейін әкесі ислам дінін қабылдады. 5 айдан кейін сонда әкесінің кәдімгідей жирен сақал барып келіп, мамаша, Аллах тебе пусть дает нур дейді, жылайды, мына жерден кетіп жатыр, жылайды. Мен Германияға кетіп бара жатырмын дейді. Мен ислам дінінің, мен халал тамақ ішкеннен кейін, мынау қаш-қазан мауырға дейді. Яхия деп ат қойып, сонымен жолға салып жібердік біз оны. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жастайынан жетім өсіп, еңбекке ертерек араласқанын білеміз. Ендеше осы орайда баланы еңбекке балудың пайдасы жөнінде тоқталып өтсеңіз. Енді еңбекке келгенде бір үлкен бір тақырып, бір жақсы тақырыпты қозғадыңыз. Біздің зайырлы үкімет болғаннан кейін, біздің балаларымыз болып та жетім балалар ешқандай тіршілік жасамау керек. Үкіметтің айтуы бойынша. Ешқандай тіршілік жасамау керек. Бұлар үйде дарма етпеп отыру керек, компьютерде отыру керек. Бұлар ешқандай тіршілік жасамау керек. Мысалыға біз нан шығарады. Бізге мысалы бір цехымыз бар, нан шығарады. Үлкен кісілер нан жағады. Мысалы мен өзім сол навайхананың қасына іште кіргенде қорқынышты. Сонда балалар, үлкен балалар бар, 2 сағат, 3 сағат сабақтың алдында ермек қып сатады. Соны ел көре алмайды. Ойбай, неге бұл балалар мысалыға соғыс кезінде 8 жастан жоғары 12 жасқа дейін баладар снаряд шығарған. Заводтар сол жігіттердің, баладардың, қыздардың, баладардың арқасында соғыс тұтып алғанбыз. Сол жылдары. Неге біздің қазір қазақтың балалары неге бір тіршілікке үйретпейміз біз? Болып та жетім балалар. Далаға шықса бұларда не үйі жоқ, не күйі жоқ. Әне менің балаларым шықты. Не үйі жоқ, бәрі квартирада боз-боз болып, тоз-тоз болып жүр. Қайтып келейін десе, мынау намыс қоя бермейді. Бір-бірден баласы бар әйелдерді алып алған. Қайтайден жан бағу керек қой. Қыз бала алушы қанша ақша керек? Оған тойлығы қайда, оның қойлығы қайда. Болып та жетім баладар деген пысық болу керек.
тіршілікке байымды болу керек. Ол айтатын адам айта береді. Ол айтатын адам оның басына түскен жоқ. Ол жетімшілікті көрген жоқ. Ол әке шешесінің байлығымен өсіп, сол заңды шығарып жаза салған. Қалай деп жазған? Ойланды ма сол кісі бір рет, әй тоқта, біз бұл жетім балаларға ешнәрсе беріп атпасақ, шыққанда не бір үй дайын болмаса, не бір оқу білімі дайын болмаса, ол жетімдердің бәрі космонавт болмайды. Мен қазір бір 4-5 балам бар, соларға айтып отыр, сварщик болыңдаршы. Болды, космонавт болып біттіңдер. Болыңдаршы сварщик, электрик болыңдаршы. Бәрі юрист болып кетесіңдер ма? Ана қара жұмысты кім істейді? Содан кейін қарап тұрыңдар, юристтің жағдайы қалай болады, сварщиктің жағдайы қалай болады. Сол үшін осы балаларға дегенде балалар жұмыс істеу керек. Істеу керек жұмыс. Мен 60 жасқа келген кемпір кет мені алып тұрып, арық қазып атқанда сонда анадан не мұрын шықалап тұру керек па? Оны айтатын адам өзінің үйіндегі баласы жолға сала алмаған адам айтады. Ол алдында салмаған адам ол кейін келтіре алмайды о баланы. Өзіміздің Бақыт деген келіншегіміз бар, базарда нан сатады. Сонда ана Бақыттың қасында 2 сағат нан сатқанға балалар мен апарыңызшы деп шырылдайды ғой. Біз неден қорқамыз? Халықтан қорқамыз. Халық телевидение шақырып жібереді. Көре алмастық қылып милиция шақырып жібереді. Перзент атағымызға кір келеді деп біз қорқып балалар шығармаймыз. Ал оны кейін ішіп пысқаннан кейін не істейді? Унитазды шағады. Сервант сынады. Ішіп пысқаннан кейін балалар неден бұзылады? Ішіп пысқаннан бұзылады. Тек жұмыс істемесін отырсын дейді болды. Қаншама баланы бағып, қағып, тамағын тауып беру, оларды өсіріп жеткізу оңай шаруа емес. Ендеше осыншама қыруар жұмысты бір өзіңіз қалай жүзеге асырып жатырсыз? Кей уақытта ойласам, мен де 60 жасқа келіп, бірдем КамАЗбен кетем, бірдем газельмен кетем, бірдем мындай шаршаймын, шаршамайды емес, шаршайды адам баласы. Бірақ Алла соншалық күш қуат беріп қояды екен. Мен кейбір тіршіліктеріме қарап өзімнен өзім қорқып қаламын мысалға. Сондай бір жігер, Құдайдың бір қалаулысы қылып, мен жас кезімде 16 жасымда жетім қыз атанған болсам, жетім қыздарды бағатын қыз дейтін, бұл ұйғырша білмейді, бұл тек қана қазақша сөйлейді деп менсінбейтін, қазіргі күнде жас кезімде көрген қорлығымның, зейнетімнің, қазір бейнетімнің қазір зейнетін көріп отырмын. Далаға шықсам, халық таниды. Гайы тоқтатып, 5 гайдың 2-3 чесіп береді, апа келе жатыр деп. Апа, мына 5000 теңгені балдарыңызға мороженое алып беріңіз деп береді. Қандай жақсы, сонау неден түрмелерден нем келеді, единица келеді. Кей уақытта ұялы звонить етем, балалар ұят болды. Біреудің баласы, соның іште біздің балаларымыз бар ма? Қайдан білеміз апай? Бір кішкентай болса да сіздің бір жағдайыңыз жасайық дегеніміз ғой. Біздің көңіліміз. Қазақстанның туын көтеріп, сен неге басқа жаққа барасың? Неге сен Қазақстанның туын апарасың ондай жаман жерге? Деп сол бір қатты сөйлегенде тура бақырып кеттік, Аллаху акбар деп бәріміз намазға жыладық ақ жерде дейді. Енді намыс қой болыңдар, жассыңдар, тіршіліктерің дұрыс болсын. Не болды? Не бітіріп түрмеде отырсыңдар енді? Деп айтып қоямыз. Дошылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Айтпаса да жастарымызға қиын. Ақыл айтатын адамдарымыз аз. Кем, әркім өздің жағдайын ойлайды. Сол үшін де осы бұрын мүмкін жетім жесірлердің болмағаннан, болған болса да сол балалар өздерінің туған туысқандарының ішінде қалды ма? Ол кезде бір жамағат сияқты бір өздерінің бір үлкен аталар болған. Мысалы біз Зайсаннан көшіп келген кезде мама қайтыс болып кетті, ерте 41 жасында қайтыс болды. Сонда әкеміз екеуміз жылап отырмыз шырылдап. Немен көміміз, жақалтамызда көк түйін жоқ. Мен енді ғана жұмысқа кіргенмін, 16-дамын. Дегенде қарым ака, қарым чоңдады деп үлкен шал бар екен. Сол кісіге, жамағат қорықпаңдар, біз бармыз, ел бармыз. Деп сонда 40-на дейін, ақшасына дейін дайындап, анасына салатын көрпелеріне дейін, бәрін дайындап. Ел емес пе? Көп түкірсе көл болады. Үйтпеңдер, жас кетті бұл кісі. Мына қызға қиын болатын болды. Мына қызға 3 қызбен қалды бізді бұл қыз. 3 қызбен қалды, қиын болды. Біз бармыз, өлмейсің, халықтың ішінде адам баласы аш қалмайды. Деп соншалық бір не болған. Қазір ондайлар жоқ қой. Ондай аталарымыз жоқ. Аталарымыз қазір бір жіптай да баса, шіркідай. Соң қай жерде бір жас келіншек болса, әжелеріміз анау көйлектермен, бриллианттармен мәз болып отыр. Жастар не істейді бейшарадар? Кімге қарайды? Ақылшы жоқ.
кеңесші жоқ. Өмір өтіп жатыр. Өмір жақсы жағына өтіп кетіп бара жатса жақсы, осындай әдет ғұрыптарымыз кетіп бара жатыр. Бір ненің артында жүрміз, анаша деген не деген сұмдық, мынау арақ деген не деген, мына таблеткілер қандай сұмдық. Оның бәрі ашық сатылып жатыр. Қыз балаларымыз денесін сатады, қандай сұмдық. Соның бәрі жақсылыққа әкелмейтін үшін, сол үшін иеміз болу керек. Бізді жастарды түртетін кісілер болу керек. Сұхбаттасатын, жаңағыдай сұхбаттасатын үлкен апайлар болу керек. Сол кезде бәрі түзеледі. Әмина апа, өзіңізден үлгі алып, жетім балаларды асырап алуға ниеті бар жандарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Нұр үстіне нұр, өйтіп бала бағамыз деушілерге. Енді оған ең бірінші біздің үкімет жақтан не болу керек та? Бір-екі баладан болсын алып. Алып, иә, алып. Ол группамыз 500-600 баладан өскенше 2 бала деген. Балалар қиын. Мысалы, менің өзіме келген балалар өте қиын балалар. Біреу свалкадан келді, біреу мусордан келді, біреу попрошайка болып келді, біреу карманщиктер келді. Соның бәрін үйіріп бір жақсылыққа кеп отырған тек қана ислам діні. Ислам діні болмаса ол балаларды бағып, оларды бір жақсылыққа тарту мүмкін емес. Ол жалғыз әйелдің қолынан келмейді. Әмина апа, студиямызға келіп өрбіткен өнегелі әңгімеңізге рахмет. Алла сізге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Айша анамыз радиаллаху анха жетімдерді мейірімге бөліп, тәрбиелеп өсіргені тарихтан белгілі. Ендеше жетімнің басынан сипап, шамаңыз жетсе бауырыңызға басып, бақытқа бағыттау салиқалы мұсылман әйелінің бір бейнесі екенін ұмытпайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.